8-43 есеп өрнекті ықшамдау қажет. Ол үшін біз бірінші өрнекте екі жақшаны ортақ бөлімге келтіріп жинақтап аламыз. Мына жерде ортақ бөлімі екеуінің көбейтіндісі болады деп ала салайық. А квадрат плюс 2а плюс 4-ті көбейтеміз а минус 2-мен. Сонда бірінші бөлшекке а минус 2-ден береміз. Мынаған а минус 2-ден берсек, бірден аға көбейтейік. А квадрат минус 2а болып шығады. Мынау а квадрат плюс 2а плюс 4 деген толық береміз. Бірге санды көбейтсең, санның өзі шығады ғой, бірақ мына жерде алдында минус бар болғандықтан барлығы минус болады. А квадрат минус 2а минус 4 болып кетеді. Көбейту. Енді екінші бөлшекте ортақ бөлімі. Мынау а квадрат минус 1 деген а квадрат минус 1-дің квадраты, ол екі жақшаға жіктеледі ғой. А квадрат минус в квадрат формуласы бойынша. А минус 1, а плюс 1 деп. Сонда мына жерде екінші бөлшектегі 1 минус а дегенді біз минус таңбасын жақшаның сыртына шығарып а минус 1 деп жазып аламыз. Сонда оған не жетпейді? Мынаған минус 1 жетпейді. Олай жасамаған дұрыс. Негізі минус таңбасын алдына шығарып жібереміз, мына жерді плюсқа айналдырып жібереміз просто и все. Сонда мынаған 1-ден кетеді. Ал мына жаққа жетпейтін көбейткіш а плюс 1 ғой. Сонда а плюс 1-ден береміз. Тек мына алды плюсқа ауыс кеткенін ұмытпаймыз қазір. Ортақ бөлімі а минус 1, а плюс 1 деп жазайық, 1-ден ашып. Алымы мынаған ештеңеден бермейміз. А квадрат плюс 2 өзі болады. И мына жер плюсқа айналып кетті дедік. 2-ке көбейтеміз, 2а плюс 2 болады. Енді екі жақ бөлшекті де жинақтаймыз алымдарын. Ұқсас мүшелер жинақтаймыз. Сонда а квадрат пен минус а квадрат жойылады. Минус 2а мен минус 2а болады минус 4а. Енді минус 4-тің өзін жазамын. Бөлімді жазамыз толық. А квадрат плюс 2а плюс 4 а минус 2. Мына бөлшекпен әзірше жүреді, жеке бөлшек болып тұра берсін. Қазір бір бөлшекке жазып қысқартамыз. Көбейтемін. Алымы болады а квадраттың өзін жазамыз. 2а плюс и плюс 4 бар. Бөлімінде а минус 1, а плюс 1. Енді біріншінің алымында минус 4-ті жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Сонда а плюс 1 қалады. Минус таңбаның барлығы шығып кетті. Бөлімін өзін жазамын. А квадрат плюс 2а плюс 4 а минус 2. Бөлімі мен көбейтіледі екінші бөлшектің а минус 1, а плюс 1. Алымында а квадрат плюс 2а плюс 4. Енді мына жерде көріп тұрмыз, а квадрат плюс 2а плюс 4 алымында да бөлімінде де ол қысқарып кетеді. А плюс 1 мен а плюс 1 қысқарып кетеді. Сонда бізде не қалады? Минус 4 қалады алымында. А бөлімінде қалады а минус 2 көбейтілген а минус 1. Енді осылай қалдыруға болады, немесе жақшаны ашып жазуға болады. Жақшаны ашып жазсақ минус 4 бөлінген а көбейтілген а квадрат минус а минус 2а минус 3а плюс 2 болады. Осылай қалдыра беруге болады. Енді екінші өрнекте бөлімдерін қарасақ, мына жерде ең үлкені а куб минус 8. Ол екі жақшаға жіктеледі. А минус 2 және а куб минус в формуласы бойынша и толымсыз квадрат а квадрат плюс 2а, 2-нің кубы ғой, плюс 2-нің квадраты 4 деп екі жақшаға жіктеледі. Енді қарап тұрсақ, мынаған а минус 2 жетпейді. Мынау толық, мынауда 2 минус а ғой, керісінше. Бұда минус таңбаны алдына шығарып жібереміз. Сол кезде ол минус жақшаның сыртына шығарсақ, мен а плюс болып кетеді. 2 минус болады, а минус 2-сі бар. Сонда оған а квадрат плюс 2а плюс 4-тен береміз. Алды минусқа айналып кеткенін ұмытпаймыз. Ендеше жазамын. Ортақ бөлімі а куб минус в куб бойынша. А минус 2 а квадрат плюс 2а плюс 4. Енді алымдарын көбейт жазамын. Аға бірден көбейтемін нешті. А квадрат минус 2а болады. Плюс а квадрат плюс 8-дің өсін жазамын. Мына жер минусқа айналып кеткен бағана ұмытпаймыз, жақшаның сыртына шығарған бөліміндегі минусты. Сонда мына төбесіндегі өрнектің барлығы кері таңбаға өзгереді. Минус а квадрат минус 2а минус 4 болып. Енді көбейтеміз. Келесі бөлшекте мынау а минус
2-нің квадраты а минус 2 а плюс 2 болып жүктеледі ғой. А квадрат минус в квадрат формуласымен. Сонда мынаған а плюс 2-ден береміз. Ортақ бөлімі а минус 2 а плюс 2 болады. Алымы а квадрат плюс көбейтеміз 2-ге 2а плюс 4 болады. Тең болады. Енді мынаны өшіп тастаймын. Тең. Так, мына жерде жинақтаймын. А квадрат минус а квадрат болады. А квадрат 1а квадрат қалады. Минус 2а минус 2а болады. Минус 4а. 8 минус 4 болады 4. Жақшаға алам. Келесінің алымы мен бірден көбейтіп жазайық. Ондағы а квадрат плюс 2а плюс 4-ті толық жазам. Енді бөлімін көшіріп жазам. Бөлімінде а минус 2 біріншісінің а квадрат плюс 2а плюс 4. Көбейтілген екіншісінің бөлімі а минус 2 а плюс 2. Енді қысқартамыз. А квадрат плюс 2а плюс 4-тер қысқарып кетеді мұнамен. Сонда а квадрат минус 4а плюс 4 дегеніміз ол нені береді? Бұл бізде мынадай түрде тұр. А квадрат минус 2 көбейтілген 2а плюс 2-нің квадраты деген. Яғни а квадрат минус 2av плюс v квадрат қой. Ол жинақталады. А минус v-нің квадраты. Яғни а минус бізде 2 ол 2-нің квадраты болады. А минус 2-нің квадратына жинақталады. Бөлімінде а минус 2 деген екеу, ол да а минус 2-нің квадратына жинақталады. Және де а плюс 2 бар. Бұл жерде мына квадраттар қысқарып кетеді. Сонда бір бөлінген а плюс 2 шығады. Енді үшіншісінде бұл жерде енді ортақ бөлімге келтіреміз. Мынаған екеуін көбейтіндісі болады. Бөлімдерін 2x плюс y-тан береміз. Мынаған y-тан береміз. Сонда бөлімінде y көбейтілген 2x плюс y болады. Мұнда 2x плюс y-кі бірден көбейтіп жазайықшы. Сонда 4x көбейтілген 2x болады. 2 8x квадрат. 4x көбейтілген y плюс 4x y болады. Одан кейін минус 2y-қа көбейтеміз. Минус 4x y болады. Минус 2y y-пен көбейтіледі. Минус 2y квадрат болады. Енді минус дейміз да мына жақта y-пен көбейтеміз. Минус y-пен көбейтеміз. Сонда минус 5xy болады. Минус пен минус плюс болып кетеді. 2y квадрат. Енді жинақтаймыз қосас мүшелерді. 8x квадрат басқа жоқ өзін жазамыз. 8x квадрат 4xy минус 4xy пен жойылады. Енді минус 2y квадрат пен плюс 2y квадрат жойылады. Минус 5xy қалады. Минус 5xy. Бөлімінде y 2x плюс y. Так, енді мына жерде ешқандай қысқаратын өрнек көріп тұрған жоқпын. Мұнда жай әдемілеп жазып қоюға болады. Жоғар жағында x ортақ көбейткіш бар ғой, соны жақшаның сыртына шығарсақ 8x минус 5y қалады мұнда. Ал бөлімін өзін жазамын. Y көбейтілген 2x плюс y деп. 8-44 есепте бөлшектің бөлімін иррационалдықтан босатуға, яғни түбір астындағы өрнектен құтылу керек. Бізде бірінші өрнек 2 түбір астында 5-тен 1. Түбір астында 5-тен қайтып құтыламыз егер түбір астында 5-ке көбейтсек, яғни алымын да бөлімін де түбір астында 5-ке көбейтеміз. Сонда бізде болады мында түбір астында 5-ке. Мында түбір астында 5 болады. Бөлімінде 2 көбейтілген түбір астында 5-нің квадраты болып тұр, ол 5 болып шығады. Сонда 10-нан түбір астында 5 деген жаңа өрнек аламыз. Яғни бөліміндегі иррационалдықтан құтылдық. Келесі екінші өрнек бізде 5 бөлінген түбір астындағы 7 минус түбір астындағы 2. Түйіндесіне көбейтеміз. Мұндай айырма қосынды болған кезде оны түйіндесіне көбейтеміз. Түйіндесі деп дәл сол сияқты өрнек, тек арасында минус болса плюсқа, плюс болса минусқа көбейтеміз. Алымында бөлімінде сол өрнекке көбейтеміз. Сонда мына жерде плюс түбір астындағы 2 болады. Бөлімінде
түбір астында 7 плюс түбір астындағы 2. Яғни біз а квадрат минус в квадрат деген өрнекке келтіреміз деген сөз ғой. Сонда бөлімі 7-нің квадраты түбір астында ол 7 болып шығады, минус 2 болып шығады. Алымын өзін жазамыз 5, түбір астындағы 7 плюс түбір астында 2. Енді мына жерде бөлімінде де 5 шығады ғой, 5 пен 5 қысқарады да, сонда түбір астында 7 плюс түбір астындағы 2 деген өрнек аламыз. Енді үшіншісін. Х квадрат минус 9 бөлімінде бізде 2 минус түбір астындағы 1 плюс х. Бұл жерде біз түйіндесіне көбейтеміз, е? Сонда болады х квадрат минус 9 көбейтілген түйіндесі 2 минус түбір астындағы 1 плюс х. Бөлімінде көбейтеміз, сонда плюс х плюсқа көбейтеміз. Минус 1 плюс түбір астындағы х көбейтеміз түйіндесі 2 плюс 1 плюс х-ке. Сонда бөлімі а квадрат минус в квадратқа келеді. 2-нің квадраты 4 минус 1 плюс х түбір астындағы квадраты бірден шығады, 1 плюс х болады. Міндетті түрде жақсы қоямын, өйткені мына жердегі минус мына 1 плюс х деген өрнек кері таңбаға өзгертеді. Оны қазір есептейміз. Алымын өзін жазам х квадрат минус 9 көбейтілген 2 плюс 1 плюс х түбір астында. Сонда бөлімінде 3 плюс х аламыз. Мына 4 минус 1 болады, ол 4-тен алынады 3 болады да, минус пен плюс, минус болып кететін жердегі х. 3 минус х. Енді алымында қарасақ, х квадрат минус 9, ол екі жақшаға жіктеледі, е? Х 3-тің квадраты ғой, х минус 3, х плюс 3 деп жіктеледі. Қалған өзін жазам 2 плюс 1 плюс х түбір астында деп. Енді мына жерде қарасақ, мына екеуі қысқарып кетеді. Мына жерде минус таңбаны жақшаның сыртына шығарып жазсам, бүйтіп 3 сайында 3 минус х болды ғой. Минус таңбасын жақшаның сыртына шығарып тастасақ, х плюс болып кетеді. 3 минус болып кетеді. Осылай, сонда х минус 3-тер қысқарып кетеді. Бізде мына өрнек қана қалады. Минус 1 қалады. Жазам минус х плюс 3 көбейтілген 2 плюс 1 плюс х түбір астында. Осы өрнек болады. Енді төртіншісін. 4-те х минус 2 бөлімінде х плюс 2 минус 2 түйіндесіне алымында бөлімінде көбейтеміз. Сонда х минус 2 көбейтілген х плюс 2 түбір астында. Плюс 2-ге көбейтеміз түйіндес. Х плюс 2 түбір астында. Минус 2 көбейтілген х плюс 2 түбір астында. Плюс 2 болады. А квадрат минус в квадратқа келді бөлімі. Сонда плюс х плюс 2-нің квадраты х плюс 2 деп түбір астынан шығады. Минус 2-нің квадраты 4 болады. Енді алымында х минус 2 көбейтілген х плюс 2 түбір астында. Плюс 2. Сонда мына жерде х минус 2 шығады ғой. Сонда х минус 2 мен қысқарып кетеді. Сонда х плюс 2 түбір астында. Плюс 2 шығады. Арғарай 5-ші өрнек. 1 бөлінген 3 минус 2 түбір асты 2. Түйіндесіне көбейтеміз. 1-ді санға көбейтсек өзі шығады, сондықтан 1-ді жазбай қойық. 3 плюс 2 түбір астында 2 болады. Бөлімінде 3 минус 2 түбір асты 2 көбейтілген 3 плюс 2 түбір асты 2 болады. 3 плюс 2 түбір асты 2 бөлімінде а квадрат минус в квадратқа келеді. 3-тің квадраты 9 минус 2 түбір асты 2-нің квадраты 8 болады. 1-ді береді, сонда 1-ді санға бөлсек өзі шығады. Сонда 3 плюс 2 түбір астында 2-нің өзі шығады. Соңғы 6-шы өрнек. Х бөлінген 1 минус х түбір асты
минус 1 минус 2 x түбір астында. Түйіндесіне көбейтеміз, x-ті көбейтеміз. 1 минус x түбір асты плюс 1 минус 2 x түбір астында. Так. Бөлімінде болады 1 минус x түбір асты минус 1 минус 2 x түбір астында. Көбейтілген 1 минус x түбір астында плюс 1 минус 2 x түбір асты. Сонда а квадрат минус b квадратқа келгенде 1 минус x шығады, минус. Так, 1 минус 2 x шығады ғой, мына жерде минус бар болғандықтан 1 плюс 2 x болып өзгеріп кетеді. Мына жерде өзін жазамын, x көбейтілген 1 минус x түбір асты плюс 1 минус 2 x түбір астында деп. Бөлімінде 1 мен 1 жойылып кетеді, 2x-тан x алсақ x болады, ол мына x пен қысқарып кетеді. Сонда 1 минус x плюс 1 минус 2 x қана қалады. 8-ді 45-ші есептеу өрнекті ықшамдау керек. Енді мына жерде бөлімдері иррационал сандар болып тұр ғой, оны ортақ бөлімге келтірген қиын болады. Үстінде де түбір, астында да түбір болып кетеді, сондықтан иррационалдықтан құтқарып алайық. Бірінші бөлшекті құтқару үшін түйіндесіне көбейтеміз. 1-ді санға көбейтсек өзі шығады, сонда 1-ді жазбай қоям. 2 түбір астында 2 плюс түбір астында 7 болады бөлімінің түйіндесі. Бөлімінде де сол өрнекке көбейткен кезде ол а квадрат минус b квадратқа келеді. Сонда 2 түбір асты 2-нің квадраты 8 болады. Минус түбір асты 7-нің квадраты 7. Осылай бірден қысқаша жазсалайық. Енді плюс екінші бөлшекті де түйіндесіне көбейткен кезде бөлімін түбір астында 2 плюс 1-ге көбейткен кезде сонда түбір астында 2-нің квадраты 2 минус 1-дің квадраты 1 болып шығады. 3-ті түйіндесіне көбейтеміз, түбір астында 2 плюс 1-ге. Мынаның өзін жаза тұрам. Мына түбір асты 32 дегенді осылай жазып алға болады. 16 мен 2-нің көбейтіндісі ғой, 4 шығады да түбір астында 2 қалады. Минус түбір асты 7. Тең болады. Енді иррационалдықтан құтқардық. Бөлімдері екеуінде де 1 шығады. Яғни бөлімдері жойылып кетеді деген сөз. Ондай болса, санды 1-ге бөлсең өзі шығады ғой. Сонда бізде былай болып шығатынады. 2 түбір астында 2 плюс түбір асты 7, алымдары ғана қалады сонда. Ал мына жерде плюс 3 жақшаны ашып жазам, 3 түбір астында 2 плюс 3 көбейтілген 1 3 болады. Минус 4 түбір астындағы 2 минус түбір астында 7. Енді түбір астында 2-лерді жинақтап алайық. 2, 3, 5 болады. 5-тен 4 алсақ 1 түбір асты 2 қалады. Түбір астында 7 минус түбір астында 7 екеуі жойылады. Сонда плюс 3 қалады. Түбір астында 2 плюс 3 шығады екен. Екінші өрнек, онда да иррационалдықтан құтқарып алайық. Алдымен бірінші өрнектерді түйіндесіне көбейткенде 2 түбір астында 2 дегеніміз ол түбір астындағы 8 квадраты болады 8. Минус түбір астында 7-нің квадраты 7. 1-ді түйіндесіне көбейтсең өзі шығады, яғни 2 түбір астында 2 минус түбір астындағы 7 шығады. Екінші бөлшекте түбір астында 2 плюс 1-ге көбейтеміз, сонда 2 минус 1 шығады. 3-ті көбейтеміз, түбір астында 2 плюс 1-ге. Плюс түбір астында 18 деген 9 бен 2-нің көбейтіндісі 9-дан 3 шығады, түбір астында 2 қалады. Плюс 28 деген 7 мен 4-нің көбейтіндісі 4 түбірден шығады, 2 болып түбір астында 7 қалады. Плюс 2. Енді бөлімдері 1 болып қалды ойналардың. Сонда санды 1-ге бөлсең өзі шығады, яғни 2 түбір астында 2 минус түбір астында 7 шығады. Минус 3-ке көбейтіп шығамыз, минус 3 түбір астында 2 минус 3 көбейтілген 1 минус 3 болады. Плюс 3 түбір астындағы 2 плюс 2 түбір асты 7 плюс 2 болады, тең болады. Енді 2 түбір астында 2 минус 3 3-тен тағы міне плюс 3 бар екен ғой, минус 3 пен плюс 3 жойылып кетеді, сонда 2 түбір астында 2-нің өзі қана қалады. Түбір астында 7-лерді жинақтаймыз. 2 түбір астында 7-тен түбір астында 7-ні азайтсақ 1 түбір астында 7 қалады. Сандар минус 3 плюс 2 болады, минус 1. Енді үшіншіде иррационалдықтан құтқарсақ 2 түбір асты 3 плюс түбір асты 11-ге көбейтеміз. Сонда 2 түбір асты 3 деген 4 көбейтілген 3 түбір асты 12 деген сөз. Ол 12 болып шығады. Минус түбір асты 11-дің квадраты 11 болып шығады. Мынаның түйіндесі алымына көбейтілсе өзі шығады, яғни 2 түбір астында 3 плюс түбір астында 11 болады.
минус мында түйіндесіне көбейтеміз. Түйіндесі 2 плюс түбір астында 3. Бөлімінде плюсқа көбейткенде а квадрат минус в квадрат, яғни 2-нің квадраты минус түбір астында 3-тің квадраты болып шығады. Минус енді 44 деген 4 пен 11-дің көбейтіндісі 4, 2 болып шығады, түбір астында 11 қалады. Плюс 12 деген ол 3 пен 4-тің көбейтіндісі 4 түбір астынан шығады, 2 болып. Ол 3 пен көбейтіледі, сонда 6 болады. Түбір астында 3 қалады. Енді бөлімдерінде 1 қалды, 1 санға бөлсек өзі шығады, сонда жазамын 2 түбір астында 3 плюс түбір астында 11, екінші бөлшекте минус 3 көбейтілген 2 бірден 6 деп жазайын. 6 минус 3 көбейтілген 3 түбір асты 3, минус 3 түбір асты 3 болады. Минус 2 түбір астында 11 плюс 6 түбір астында 3. Енді түбір астында 3-терді жинақтап аламыз. 6, оған 2-ні қоссақ 8, 8-ден 3-ті аламыз, 5 түбір астында 3 болады. Енді түбір астында 11-ден минус 2-ден 1-ді алсақ, минус 1 түбір астында 11 болады. Сандар тек қана 6, я минус 6-ның өзін жазамыз. Енді соңғы төртіншісінде 2 түбір асты 2 плюс түбір асты 7-ні көбейтеміз, сонда алымында 2 түбір астында 2 плюс түбір астында 7, ал бөлімінде а квадрат минус в квадратқа келеді, сонда 8 минус 7 болып шығады. Минус мұнда 3-ті түбір астында 2 минус 1-ге көбейтеміз түйіндес. Сонда түбір асты 2-нің квадраты 2 минус 1-дің квадраты 1 болады. Минус 8 дегеніміз 4 пен 2-нің көбейтіндісі 4, 2 болып шығады, түбір астында 2 қалады. Минус 28 дегеніміз ол 2 мен 4 пен 7-нің көбейтіндісі, сонда 2 түбір асты 7 болады. Минус 3 тең болады. Енді бөлімдері 1 ғой, сонда алымы өз шығады. 2 түбір астында 2 плюс түбір астында 7 минус 3-ке көбейткенде 3 түбір астында 2 минус 3 минус 1 болады, плюс 3 минус 2 түбір астындағы 2 минус 2 түбір астында 7 минус 3. Түбір астында 7-лерді жинақтап алайық бірінші. Минус 2 түбір асты 7 плюс түбір асты 7 болады, минус түбір астында 7. Түбір астында 2 түбір асты 2 минус 3 минус 1 болады, минус 1-ге минус 2-ні қосамыз, минус 3 түбір асты 2 болады. Енді сандар минус 3 плюс 3 жойылады, 0. Ендеше осылай қалдыруға болады, немесе минустан жақшан сыртына шығарып жазуға болады. 8-46 есепте жаңа пәтердің ас үйінде ұзындығы 6 метр, биіктігі 80 сантиметр жолаққа қыштақтай жабыстыру керек дейді. Яғни фартук, кухонный гарнитурдың жаңағы шкафтың орталарында тұратын, сол фартукты жаңағы кафелдеу керек қой. Сонда 6 метр ұзындық, биіктігі 80 сантиметр болатын болса, жалпы жолақтың ауданы тауып алайық. 6 метрді көбейтеміз, 80 сантиметрді метрге айналдыру керек. 1 метр дегеніміз 100 сантиметр болатын болса, онда 80 сантиметр бізде 100-ге бөлеміз, 0,8 метрге тең деген сөз. 0,8-ге көбейтем метр, сонда болады 4,8 метр. Жалпы ауданы метр квадрат. Осы ауданды толтыру керек. Бізде айтады, бірінші, бір жәшікте өлшемі 25-30 сантиметр болатын қыштақтайдан өлшемі 25-30 сантиметр болатын қыштақтайдан 20 дана және тасу барысында барлық қыштақтайдың 8% шығын болса, жолаққа қанша жәшік қыштақтай керек дейді. Бір жәшікте 20 дана болады екен осындай қыштақтайдан. Енді бұл дегеніміз метрға айналдырсақ 0,25-те 0,3 деген сөзден 100-ге бөлеміз метр. Енді бір қыштақтайдың ауданы тауып алайық. Бір қыштақтайдың ауданы 0,125 көбейтілген 0,3 болады, 0,1075 метр квадрат. Ол бір қыштақтайдың ауданы. Енді мына 4,8 метр квадраты толтыру үшін 0,1075-тен қанша қыштақтай керек, соны тауып алайық. Мынаны бөлеміз, енді өтір 3 рет жылжытып бүтінге айналдырамыз ғой, сонда 1 рет жылжытып, енді 2 нөл қосамыз, сонда бөлеміз 75-ке. 480-нің ішінде 75 6 рет, 0, 3 ойда 42-ке 3-ті қоссақ 45, 0, 3 қалдық. 300-дің ішінде 75
4 рет бар, я 0 x ойда 28 30 0 болады. Сонда жалпы барлығы 64 қыштақтай қажет екен. 64 қыштақтай қажет. 64 дана керек бізге, я. Енді қарай, бізде 8% сынып қалса, біз не істейміз? 60 дана бізге керегі қалып қалу керек, 60 данасы 8% сын қалған кезде. Яғни 100%-дан 8%-ді алып тастаймыз, сонда 92% қалады, я? Қалады. Сол қалғаны 64 дана болу керек. Бізге 64 дана керек қой, одан аз қалса да жетпей қалады. Сонда мынау 92% болады. Бізге 100%, сонда барлық қанша қыштақтай болу керек, соны тауып аламыз. X тең болады 64 көбейтілген 100 бөлеміз 92-ге. Енді бұл жерде қысқартуға болады. 92 2-ге қысқартайық, 32 болады. 2-ге қысқартсақ 44 рет, 12-ның ішінде 6 46, тағы да 2-ге қысқартсақ 23, тағы 2-ге қысқартсақ 16, я, 16-ны көбейтеміз 100-ге, 1600 бөлінген 20. Енді 1623-ге бөлсек 69 бүтін 23-ге көбейтіп азайтамыз, сонда 13 қалдық қалады екен. 13 қалдық. Енді қалдық деген ол 1,5 деген сөз ғой, жартысы деген сөз, я, қандайда бір. Сонда 69,5 қыштақтай біз тапсырыс бере алмаймыз ғой. Сонда бізде барлығы 100%, ең аз деген кезде, ең аз дегенде 70 қыштақтай болу керек. 70 қыштақтай болу керек. 70 қыштақтай дегеніміз ол неше жәшік болады? 70-ті бөлеміз 20 данадан әрбір жәшікке. Сонда 3 толық жәшік и 10 қалдық қалады, я, 10 қалдық. Енді қалдық деп біз 3,5 жәшік алып кел деп айта алмаймыз ғой, сондықтан біз 4 жәшік алып кел деп айтамыз. Сонда бізге қажет 4 жәшік қыштақтай. Енді бізде екінші тапсырмада бір қыштақтайдың бағасы 90 теңге болатын болса, және желімнің бағасы 720 теңге болса, қажетті қыштақтай сатып алу үшін қанша теңге керек дейді. Енді бізге жәшіктеп қана алуға болса, егерде, я, 4 жәшік қыштақтай дегеніміз 20 данадан 80 қыштақтай, я, 80-нің әрбіреуі 90 теңгеден болатын болса, 72, 20, 7200 теңге кетеді барлық. Оған және де жаңағы желімнің бағасын қосатын болсақ, 7920 теңге қажет болады. 8-47 есепте көбейтіндіні көп мүше түрінде жаз дейді, яғни көп мүшені көп мүшеге көбейтеміз. Бірінші мүшесін аламыз да, екінші ақшада әрбір мүшесімен көбейтіп шығамыз. X көбейтілген X болады. Так, алып тастайық. X квадрат плюс 7x. Енді минус 2-ні алып әрбірімен көбейтеміз. Сонда минус 2x болады. Минус 2 көбейтіп 7, минус 14 болады. Ұқсас мүшелер жинақтаймыз. X квадрат. Мына екеуі ұқсас, я, 7-тен 2-ні аламыз, плюс 5x минус 14 болады. Енді екінші өрнек 3x минус 2 көбейтілген x минус 4. 3x-ті x-пен көбейтеміз, 3x квадрат минус 12x минус 2x плюс 8. Сонда болады 3x квадрат. Мынау 2 теріс сан қосылады, таңбас теріс минус 14x болады, минус 8a плюс 8. Енді үшінші өрнекте 4 минус 3x көбейтілген 2x плюс 5 тең болады 4 көбейтілген 2x болады 8x, 4 көбейтілген 5 болады 20. Енді минус 3x көбейтемін 2x пен болады минус 6x квадрат, минус 3x көбейтілген 5 болады минус 15x. Ұқсас мүшелер жинақтаймыз. Так, мына жерде 20-ны бірінші жазайын, 20, 15-тен 8-ді азайтам 7, минус 7x болады, и минус 6x квадраттың өзін жазамыз. 8-48 есепте екі мүшенің квадратын айырыңдар дейді. Яғни квадратын айырыңдар дегенде x квадрат плюс 6x дегеніміз ол 2 көбейтілген 3x деген сөз, 6x. Енді плюс бізде квадрат болу үшін мынау 2 еселі, мынау v, мынау a ғой,
а квадрат плюс 2av плюс v квадрат деген, яғни 3-тің квадраты болады. 3-тің квадраты. 3-тің квадраты 9 ғой, бізге 11 шығу керек. 9-ға 2-ні қоссақ 11 болады. Сонда мына жерге дейін квадрат болады да, 2 мүшенің квадраты, плюс 2. Сонда x плюс 3-тің квадраты плюс 2 деп жаза аламыз. Енді екіншісінде x квадрат минус 8x плюс 15 тең болады x квадрат минус 8 дегеніміз 2 көбейтілген 4x, я, плюс 4-тің квадраты деп жазам. 4-тің квадраты 16, бізге 15 керек, бірді алып тастаймын онда. Сонда x квадрат, x минус 4-тің квадраты екен ғой, 4 минус 4-тің квадраты болады. X минус 4-тің квадраты минус 1 болады. Үшіншісінде x квадрат минус 3x плюс 12, мұнда x квадрат минус 2 еселі 3 шығу үшін ол 1,15, я, x. Ендеше плюс 1,15-тің квадраты болады. 1,15-тің квадрат дегеніміз 2,125 деген сөз. Бізге 12 шығу керек. Ендеше 12-ден азайтамын, сонда 75 өтір, мұнда бір қалды ғой, 9, я, 9,175 плюс 9,175 деп жазам. Сонда екеуінің қосындысы 12 шығады қайтадан. Енді 1,15-тің квадратына дейінгі өрнек бізде x минус 1,15-тің квадратын береді. Және плюс 9,175-тің өзін жазамыз. Төртінші. x квадрат минус 5x минус 7. Мұнда x квадрат минус 2 еселі 2,15 деген сөз, 5 деген x плюс 2,15-тің квадраты, я, 2,15-тің квадраты 6,125-ке тең. Ал бізге минус 7 керек. Минус 7 болу үшін біз қандайда бір теріс саннан осы 6,125-ті алғанда 7 шығу керек, я. Ол бізде неше болды? 13,125. 0 болады да, мұн жақта 7 шығады. Сонда минус 13,125 жазам. Ендеше x минус 2,15-тің квадраты минус 13,125-ті береді екен бұл өрнек.